Сәлем достар, бүгін сіздерге Американың The Addams Family деген фильмін таныстырамын. Кино бастала салысымен бір топ адамдар ән айтып, ал олардың төбесінде Адамс семьясының сұрқиялығы басталады. Бір күні көкіректі қоңыраулы сағаттың ішінде Адамс семьясының ермек жануары Сингс орнынан тұрып, жүгіріп Гоместің алдына келеді. 25 жыл болды. Гомес із-түзсіз кеткен ағасын іздеуді ежелден тоқтатқан емес, бірақ осынша уақыт іздесе де таба алмайды. Оны ойласа, мәңгі жүрек ауырады. Тек отбасындағылармен бірге болғанда ұмытады. Гоместің әйелі өте әдемі. Оның аты Мартина. Бір-біріне қастық жасайтын сүйкімді ұлы мен қызы бар. Пуксли мен сәрсенгүл. Қара материалды жақсы көретін қайнапасы, тағы бір үй шаруасын көтермеге алған қияли адам Лардж. Гомес жайшылықта әйелімен махаббаттарының терең екенін көрсетуден сырт, тағы бір спортты да жан-тәнімен сүйеді. Голф доппен көршінің терезесін ұру. Өте жақсы бір доппен кірді. Ал әйеліне келсек, ол гүлдерді өте жақсы көреді. Міне қараңыз, гүлдерді кесіп тастап бұтағын алқалады. Адвокатпен әйелі үнемі жанжалдасады. Себебі адвокаттың жағдайы нашар және мұраты қысқа. Ол Гоместің адвокаты және досы. Ол Гомесқа жақсы қызмет істемей, ақшасына көз түсіп оған, ағасын еске түсіру үшін олар аға-інілі қорын құруға болады. Бәж тапсырмау үшін 50 миллион ақшаны адвокаттың банк картасына қою үйлесімді деп айтады. Гоместің ақшасы көп, бірақ өзі ақымақтау адам. Ол естіп, менше бұл ой жаман емес, бірақ жоспар істеу керек. Қор құру жаңа сауда, ал мен уақытын көрейін. Келесі маусымда әңгімелесуге болады деп айтады. Өстіп ол адвокаттың ұсынысын тойтарып тастады. Сонымен 50 миллионда жоқ болды. Онда адвокат разы бола ма? Әрине болмайды. Ол ізіне түсіп, Гоместің жер асты қоймаға кірудің әдісін көреді. Бір кітапты қозғалтсаң есік ашылады. Сонымен адвокат басқаларға білдіртпей, жүгіріп барып кітаптарды ақтарады. Нәтижесі сәтсіздікке ұшырады. Ол осы айдың еңбек ақысын алғаннан кейін өз кеңсесіне барғанда, бұрынғы қарыз иесі бұл рет Семіз ұлын ертіп келіп қарызды сұрайды. Семіз апайдың сөзінен шықпайды. Содан Семіз адвокатқа қол жұмсағанда, адвокат аңғарып, Семізді Гоместің ағасына қатты ұқсайтынын байқайды. Сонымен адвокатпен апай ақылдасып, Семізға Гоместің өтірік ағасы болып, оның үйіндегі ақшасын ұрлауды жоспарлайды. Кеште бір үйлі жан бірге отырып, қайнапасы дұға оқыған кезде, Сингс естірса, Семіз ағасы болып жасанып келеді. Жанында апай, өзін доғдырмын, ағасын байқағаннан кейін көп жыл іздеп, ақыры отбасындағыларды тапқанын, және ағасының талабымен отбасындағылармен бір апта бас қосуын айтады. Апай кет қалған соң, Семіз өз бөлмесіне кіріп, жүктерін реттейді. Мысалы, темір таяқ, қопарғыштары. Бұны Мартина байқа қалып, бұл нәрселер біздің үйде бар, сіз оны не үшін алып келдіңіз деп, одан күмәндана бастайды. Тіпті сәрсенгүлде одан күмәнданады. Ол бөлмесіне қарап тұрғанда, ағасы қимылдауға батылдық ете алмай, шарасыздан төсекке шығып ұйықтайды. Бұл төсек өте жұмсақ. Жақындық көрсету үшін Сингс ағасының төсегіне барғанда, ол қатты қорқып айғайлайды. Ағасының айғайлаған дыбысын естіп, Гоместің ағасын қайт келгеніне қуанды. Екінші күні таңғы ас жатқанда, отбасындағылар оның үйде салмағанын байқайды. Гомес ағасын ертіп, екеуі білетін құпия бөлмесіне барғанда, ол құпия нөмірімен жасырын белгінде білмейді. Гомес кескін таспасын ашып, ағасынан кешірім сұрайды. Кезінде ол беделіне қызығып, ағасы жақсы көретін қызға талап атқан. Ағасы ренжіп, үйден кет қалған. Ал әзіргі Семіз өзінің ағасы емес, сондықтан кешірім сұрағанда оңай қабылдады. Алайда Гомес қуанған кезде, екеуінің арасындағы құпиялық аттарды сұрағанда,
Семіз тағы білмейді. Гоместің оған деген күмәні түп тартады. Мейір шапағат бәсекел сату жиналысына барып, өздері атаған хаули кезіндегі сән бұйымды $50,000 қайтадан сатып алады. Әрине, ақшасы көп болған соң ойына келгенін істейді. Қайтар жолда ағасы кішкене кезінде ойнаған ойыншығын қолынан шығара алмағанын көріп, одан тіпті күмәнданады. Гомес өзін алдандым деп, күн бойы қопаға түсті. Мартика Гоместен алаңдап, мамасынан қайтсек болады деп ақыл сұрайды. Осы сәтте қызы қасынан өткенде, Мартика оған ағаңмен ойнайсың ба, мә, мынаумен ойна деп үлкенін береді. Мамасы оған жақсы әдіс жоқ деп айтады. Ал семіз барлығы күмәнданғанын көріп, қорқып апайды іздейді. Апай Гоместі іздеп, оған ақыл айтып, ағаң қайтып келген соң сен қылмысты сезініп, сондықтан қай жағынан қарасаң да дұрыс емес болып сезінеді. Бұл өзін өзі қорғау. Бұл үнемі кездесетін психикалық ор. Бұндай себепке сен сенесің бе? Жоқ, мен сенбеймін. Бірақ Гомес бұған сеніп, ағасына қайтадан сенеді. Осы кезде ағасы Пугри мен Сәрсемгүлге көмектесіп театрын машықтандыруда. Оларға үлкен тамырдың орнын тауды үйретіп, балалармен бірге тату-тәтті ойнады. Бұда оның ең алғашқы мақсатын ұмытып, балаларға театр көруге мақұл болады. Бірақ апайда басқа ойлар бар. Ол Гомес жоқ болғаннан пайдаланып, жер құмданға барып, қазынасын іздемек болады. Апай мамасының беделін жұмсап, мамасы мәңгі дұрыс. Менің сөзімді тыңдауың керек дейді. Бірақ Гоместің семьясы оған жақсы болғандықтан апайдың сөзін естімейді. Ол екі баланың театрын көруге барады. Екеуі сахнада Шекспирдің ойынын көрсетуде. Қиян-кескі ұрыс олардың денесін қан-қан қылып. Помидор қойғалжыңа алдыңғы қатардағы көрермендердің беттеріне шашырап, бүкіл адамдарды дүр сілкіндірді. Тек әке-шешесі мен ағасы тұрып шапалақ соқты. Семіз олардың отбасына бүкілдей сіңіп кеткен. Осыдан бұрын ағасы бір апта ғана тұрам деген. Сондықтан Гомес оған салтанатты түрде би-кеш өткізіп, шақырылғандар табиғи түрде қалыпсыз адамдар. Мысалы, бұл ұзын шашты адам. Бетін көре алмайсың, біраз қорқынышты. Бірақ оның даусы өте сүйкімді. Ол адвокаттың әйелімен сыйласқанын естіп, ақшаға мән берген адвокатқа қарағанда, ол екеуі тіпті де үйлесетін көрінеді. Би кешінде Гомес пен ағасы екеуі қуанышты билегенін көріп, олардың арасындағы сүйіспеншілік адамдарды қызықтырады. Бірақ адвокат жаман жоспарын білдіртпей жүргізуде. Гоместің көршісі судья еді. Адвокат оны іздеп барып, олар ақылдасып, үлкен ұлының мұрагерлі заң арқылы Гоместің мал-мүлігін бірақ тартып алу. Сәрсенгүл семізбен апайдың сөзін естіп, ол өзінің ағасы емес екенін біліп, қорқып қаш кетеді. Гомес семьясымен бірге Сәрсемгүлді іздеп қайтып келгенде, адвокат пен апай үйлерін тартып алып, үйлеріне кіріп алды. Гомес заңға арызданса, бірақ бұрын ол үнемі судьяның терезесін шаққандықтан, судья Гоместі жек көріп, оның арызын қабылдамайды. Жеңілген Гомес амалсыздан жүктерін жинап, үйден көшіп кетті. Қажайыпты адам өзінің үлкен ағашын алып, қайнапасы аспаздық аспабын алып, ал Синнің жүгі бір арба болып көшіп кетті. Семіз Гомеспен бірге болған күндерін ләззаттанғанымен, бірақ ол апайдан қорқып, оның сөзі мәңгі дұрыс деп, апай оған ұрса да, ол жауап қайтармайды. Гомес үйден кеткенде бір тиын жоқ болып, сондықтан бір үйлі жан сыртқа шығып қызмет істеуге мәжбүр болады. Екі баласы жайма ашып, лимон суын сатады.
Пряндык сататын кыз бала келип, лимон суы расында лимондан жасалганбы деп сурайды. Сәрсенгүл туруп, армиянын пряндыгы расында армиянын этинен жасалганбы деп кайтадан одан сурайды. Сосын ол жооп бере алмай туруп калады. Мартикада сыйкыр мен каргыздан башка эч кандай эрекчелиги жок болгондуктан бала бакчаларга барып мугалим болду. Ол балаларга әңгіме айтып берип, бирок онун әңгімесі біраз коркунучтуу болгондуктан балалар коркуп жылайды. Тек Синнин тапкан кызмети эң үйлесимди. Ол зат жеткизүү кызметин тез арада жакшы иштеп кетти. Тек Гомес гана семиз өтүрө агасы болуп алдагандыктан эчтеңкеге завкы сокпай күндө телевизордун алдында отурады. Мартика отбасындагылар осулай болгонун көргүсү келмей, сол түнү ол семизди издеп барды. Бирок Мартика келгенин көрүп, апай ону уштап алып, жер кумданын кылтын сурайды. Буну көргөн Син дереу Гомеске барып кабарлайды. Гомес келип, адвокатпен согусуп жеңип алганда, апай наганын алып чыгып, ону да уштап алады. Оган жер кумданда аш деп жатканда, семиз акыры шыдамай сүйлөйдү. Бирок апай ону боктап, сен өтө жиркеничтисиң, дейде көмөктесе алмайсың. Сол кезде сени тауып алмасам болуп экен. Бул сөздү эстип, апай өзүн сүймейтин. Ол тек жаман иш иштейтин курал. Гомес гана өзүнүн нагызгы отбасы экенин биледі. Семиз китап сөрөсүнөн бир китапты алып, Гомеспен айыл экөөү жасырынгандан кийин, семиз китапташканда катты жыл согуп, апай менен адвокатты табытка үшүп киргизди. Осы кезде найзагай онун басына тийип, акыры өзүнүн ким экени эсине түшөдү. Семиз накты Гоместин агасы. 7 айдан кийинки бир мерекеде достор бас косуп куттуктауда. Узун шашты адам менен адвокаттын айыл экөөү бирге болду. Улу да агасы сыяктуу токурбас болду. Ага-инилер арасындагы карым-катнашта жаксарды. Соңунда Мартика жаңа токкан кийимин көрсөтүп, жаңа отбасы мүчөсү дүнүйөгө келетинин айтады. Бул фильм стили караңгылык болгонымен, иши толгон жылуулук пен махабат. Адамстын отбасындагылардын ис-аракети кажайып болгонымен, отбасындагылар арасында ар качан махабатка толуу, өз ара көңүл бөлүп, эмне-эркин турмуш кечиргиси келеді. Фильмдеги адвокат, судья сыяктуу калыптуу адамдар төтөнчө жалган жана ашкөз болду. Олар өздөрүнүн суркуялыктарын жасырып, өз мүддөсүнө жетүү үчүн турашыл ак көңүл адамдарды алдайды. Ең жаман адамдар осындай эмеспи? Курметтүү каналдагы конактар, сиздердин колдоолоруңуз бизге маңызды. Эгерде жакшы пикир, жаңа идеяларыңыз болса, міндетті түрдө астыга жазып калдырыңыз. Лайк басып, каналыма жазылыңыз. Сонымен катар коңгуроодо басып, жаңа видеомду биринчи болуп көрө аласыз. Назарларыңызга рахмет. Сау болуңуздар.